Раскидывать етесің бе? Көп болды бар ғой, шықпаған. Все, так, слышь. Ты тұрсын, не? Ага. Что-то мен сенің канал жоқ қой, не? Основной аккаунт. Неге жіберші ссылканы? Қазір, WhatsApp. Оны қайтып жібереді. Мына мен ба? Я. WhatsApp. Қазір. Зачем так? Салам алейкум. Так, давай мені қос. Қалай қосақ? Мына жерде, Ну, заброс жібердім, қос. И мені тіркелген адамдар көреді ғой. Конфигур. Өзің істеші, сен ала жақтан кеңесің ғой. Я, ассаламу алейкум. Так, мынау, қазір. Мә, сенде бәрі қазақша ғой мында. Қазақша білмей ғой. Қазақша білмей деп айтпа. Кеңесің, е? Бұқтырылсын. Так, мынау білейін қала осы тұрады негізі. Так, былай басасын. Конфигурация болады ғой, короче. Қазір мен қалай нететін. Так. Мынау не сияқты ма? Прикинь, сенде бәрі қазақша, мен білмеймін, короче. Ё-моё. Сауынама және жес қазақшасы. Сөйлейміз ғой, бірақ қандай кейбір нелердің әлі білмейміз. Баптауларында. Мәңгүрт болды, прям. Кет әрі. Қалай ол? Қалай не деді? Мынау емес па? Көрші? О, жоқ. Так. Ты елки. Серьезно білмеймін барам. Ұят болды. Эффектілер көрейікші. Жоқ, эффект емес. Эффект емес, по-любому. Міне ғой. Бәсе. Екі тон болады сонда, е? Жоқ, міне мынандай қоя салай. Телефон әзір бәрі. Анау үйрек жүр ғой. Что за үйрек? Қалай оны алып? Жүрген тұра берсін. Зачем? Біреу лақтырды ма? Жоқ, ол лақтырған жоқ. Болды онда, е? Үйрек керек жоқ. Осылай үлкен болып тұрады, е? Мен ана астынан. Ассалаумалейкум, қазақ еді. Қалдарыңыз қалай? Ассалаумалейкум, достар, жиналыңдар. Сол, Әділ ағамен осы Астана қаласында кездестік. Шай ішейік, әңгімелесейік. Сол айтарым. Окей, дейді, е. Міне мына. Кішкене біраз. Ой, бірге сейсіп отырыр, е? Иә. Так. Ана, қазақша сөйле деп айтқанын шарша кетсеңіздер, осындай сатып аласыздар да? Киіп аласыздар. Бер қарай ет деп па? Иә, мына қарай салатын не, осындай. Үлкен қазақша сөйле деп жазып қойсыздар, болды сонымен. Мен қазір екінші. Айтып керегі жоқ ешкімге. Қазақ сөйле, анау мынау деп. Ташкент шайын ішейік деп. Шия заварить сәйсіз бе? Қазір не, мынандай шай ішейік деп. Иә. Сосын барып басқа ішеміз бе? Басқан бірдемен. Біреу сұранып отыр. Қосайық па, үйген жоқ па? Қоса сал, көрейік. Тәукел. Қоса сал, 1800 подписчик. Бір арғысында. Бауырдар, қалайсыздар?
Уағалейкум ассалам. Әділ Диас, жігіттер қалайсың? Астанада жүрсіңдер ма? Иә. Жақсы, қош келдіңдер. Мен бала-шағаммен шыға алмай жатырмын, жақта аздап. Қай жерде кездесіп жатсыңдар? Не, шай ішейін деп жатсыңдар ма? Иә, бұйыртса міне. Ай, шіркін, балалар жоқ. Шайға сіздерге менің атымнан 10 мың қазір ләпіп жүремін. Жақсы, рахмет. Диас, өмір қана неде тұр ғой, иә? Каналда. Қазір былай айтайын ба? Так, давай, онлайн осы отырған кезде айт, ләқті. Маза жоқ. Қосқан дұрыс болды негізі. Ағайындар қолдайды ғой. Қазір точно басқа жерге барамыз короче. Иә. Оны жіберемін. Жоқ, ана істеп жатқан істеріміз ағайындардың көңілінен шығып жатыр ғой. Иә. Бәріміздің бір ана тіліміз, соны қолдап жүргеніміз үшін халқымыз бізді қолдап жатыр. Рахмет, ағайын. Иә. Бәріміз әрқашанда тек қана тілімізді. Уағалейкум ассалам, Болат аға. Болат аға. Иә. Ассалаумағалейкум. Тілімізді әрқашанда дамытып, деңгейін көтеріп жүре беруіміз керек. Әрине. Диас, нөмірді айтып жеш? 705. Қазір. Беззвучно қоясыз ба? Телефон. Беззвучно. Мына жағынан, иә? Ага, беззвучно. Иә? Дыбыссыз. Дыбыссыз, иә? Ой, Айтып жер, Диас, ары қарай айта бер. Мен естіп тұр, сен мен естімейді екенсің, мен Каспийға кіргенде. Айта. Иә, 705, 419, 4085. Иә. Кеш жарық, Каспер. Ассалаумағалейкум. Барлықтарыңызға кеш жарық, ағайын. Қазақ елі. Репост жасайын. О, Жәнібек. Рахмет. Алла разы болсын. Алла разы болсын, иә, рахмет. Диас бауырым, шын есімім сол менің. Шын есімім сол. Рахмет. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Жаңа Әділ дұрыс айтып отыр. Сендердің істеріңді жасап жатқан бәрін қолдаймыз. Ас болсын, көп сөйлемей қоян, амандықпен, көшпенділер ойыны қазақ халқын таныта берсін әлемге. Аға, отыра беріңіз, әңгімелесейік біраз. Ал, жақсы, онда бір-екі ауыз иә, мен де. Бір-екі ауыз сөйлесуге болады. Қалдарың қалай, денсаулықтарың қалай бар? Жақсы жалпы. Құдайға шүкір. Сендер қатты бұлай айтқанда үлкен жұмыстарды атқарып жүрсіңдер. Әрине біз оны бұлай қарапайым адамдарымыз ғой, бұлай қарап қолдап отырамыз әрқашан. Сендер үшін істеп жатқан істерің ризамыз. Бұлай айтқанда жай бұлай емес, көрдіңдер ме, сендер ақылмен, заңмен, сол жағын айтты маған. Көрдіңіз бе? Сабырмен ең бастысы. Сол ұнай. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Өзімен Әділмен шамаласып мынау деймін. Әділ қай жылғысың? 79. Кішімін, 3 жасқа кішімін, 3 жасқа. Соны ана қолдау туралы айтып тұрсыз ғой. Сіз мысалы... Уағалейкум ассалам, ардақ. Екеуіңізді бірге көріп қуанып кеттім өзім, шын айтайын. Мен өзім кішкене ауырып жатқанмын төсекте. Қуанып кеттім. Иә, шалып кеттіңіз тезірек. Соны мен және айтайын деген, ана сіз қолдап жатсыз ғой. Қаржылай болса да былай жасаған істеріміз ұнап жатыр, негізі жандарыңызға жақсы тиіп жатыр деп тұрмын да. Кейбір ағайындарымыз бар, тіркелмейді де қолдайын деп жазады, содан кейін басып қарасам тіркелмеген ғой, қалай қолдап жатқан сонда белгісіз бар ғой. Жоқ дегенде тіркеліп, репост жасап, бүл басып, неше сияқтыны түсіріп көрсетіп жатырмыз ғой. Қазақша болу керек, өзгерткеннің бәрін түсіріп, соның бәрін бөлісіп деген сияқты жан жаққа айтып, туыстарына, достарына, құрдастарына осылай ақырын, сыпайы түрде, мәдениетті түрде тіліміздің деңгейін көтеруге болады деп жан жаққа қаратып жұмыс жасауға болады ғой бәріміз бірігіп. Сонда біздің тіліміздің деңгейін тез уақытта көтеруге болады. Әрине мына жерде бір адам, екі адам жалғыздың үнін шықпас дейді, жаяудың шаны шықпас дейді, сол сияқты жазылса да жоқ дегенде. Әрине. Ондайлар бар. Айдап салып атқандар бар сіздерді. Анау сөйтіп отыр, сөйтіңдерші, андай барыңдаршы деген сияқты. Мен оны қолдамаймын. Өткенде Диас айтты бір эфирінде. Сендер отырып алып бізді айдайсыңдар. Неге өзің телефон қолыңа алып, неге өзің бармайсың деген сияқты.
Дұрыс қой. Иә. Біреу жазылмайды деп өтірік қолдаған болып отырады. Сондықтан шынайы қолдау керек негізі. Сондықтан сіздерге рахмет. Ілияс, әділ, сендердің жұмыстарың жемісін бүкіл Қазақстан көріп жатыр мысалға. Иә, ғалым 2000 жіберді. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Рахмет, иә. Ас болсын жігіттер дейді. Иә, рахмет. ас болсын. Иә, мен әгі жігіттер Диас пен Әділді, енді Әділді мен таныйым сырттай. Енді ол ана орыс ауылынан шыққан өзінде қазақша қалай таза сөйлейді, бәрін енді бақылап отырамыз. Әкеңді мен Ғабит, сіздің әкеңіз, иә? Сен сұрап отыр. Иә, Ғабитті мен таныйым ғой, өте салмақты адам болған. Сондай үлкен денелі кісі, салмақты. Бобровкада қазіргі төсқайын. Иә. Өте ризамыз, молодец. Осындай үлкен мәселелерді көтеріп, бәрін қолдап жатыр. Ана, енді бір неткеміз сіз АЭС-қа, атомный электростанцияға, соған қарсы қандай бір шарадарды қалай еді енді? Қоны жүргізіп жасыз, мен оқпадым, мен етпедім дұрыс. Именно против АЭС-қа. Біз да сол енді қарсымыз шын айтқанда, но енді не істеу керек? Не істеу керек болғанда білмеймін қазір енді. Сен АЭС-қа қатысың ба? Мен негізі өзім қарсымын. Себебі Мен, короче, былай айтайыншы, сөзін бөлейінші. Қара, кейбір біздің ұлтшылдар АЭС-қа қарсы. Бірақ кейбіреулер анау қолдап жатыр. Қолдап жатқанды сұраймын. Неге? Енді бізге АЭС керек, бірақ АЭС-ті кімдер? Француз, әлде Жапон салсын деп жатыр да. Сол. Енді мен қазір өзім мысалы позицияны білмеймін не деймін да. Мен оны негізі былай түсінбеймін да, АЭС керек па, керек емес пе негізі. Былай бір жағынан керек, бір жағынан экология жаман нашар болады, өзім білмеймін нақты, өзім сол енді. АЭС-қа келе кетсек, негізі мен АЭС-тің несін ар жақ бер жағын қарастырдым, оқыдым деген сияқты зерттедім. Ол Балқаш көліміздің ертең күні қаншама миллион кубометр сөзді бөлейінші. Суы. Арман 2,5 рахмет, Алла разы болсын. Рахмет ағайын. Сол қаншама мыңдаған кубометр суды соны суыту үшін жаратылады. Әреке микрофонды өшіре тұрыңыз. Эхо болып жатыр ма? Соны көрдіңіздер ма? Сонымен Степногорск деген бізде сол жақта бір АЭС болған, оны жауып тастаған 50 жылдан артық, әлі оның радиационный фон дейді ғой, орысша айтқанда. Сол фон әлі шығып жатыр, утилизациясын әлі толықтай жасамаған. Бір нәрсені толықтай жаппай, жәнегі залалсыздандырмай, екіншісін ашқан дұрыс емес. Ертең күні Ресей салып жатса, ол өте қиын сұрақ болады. Екінші не болады? Байқоңыр. Байқоңыр деген ол біздің Қазақстан денеміз болса, Байқоңыр деген ол біздің денеміздегі Чиқан. Ресейдің бір кішкентай бөлігі Қазақстанның тура ортасында тұр. Ертең күні Ресей болса, Ресейден өздерінің мамандарын әкеледі, өздерінің жанұяларын бірақ көшіріп алып келеді. Оның ақшасы 23 миллиардтан 25 миллиардқа дейін негізі соны салғанда оны 15 жыл салады. Біз мына жерде Астанада жүрміз қазір. ЛРТ деген нәрсе бар. ЛРТ-нің әлі күнге дейін салып біткен жоқ. Қытайларға берді, енді Қытайлар тез бітетін шығар. Соны бітіре алмай жатқанда біз АЭС-ті қайтып саламыз. Мен де солай ойлаймын. Кім Әділ? Мен де солай ойлаймын. Ана қазір енді осы Қазақстанда, Шығыс Қазақстанды жайт алысқа бармай қойық. Өзіміздің Шығыс Қазақстан, там Күршім, Марқакөл болсын, там Өскемен болсын. Ана жол салып жатқан жерді көріп жатырмыз. Стройкаларды, этаждарды үй салып жатыр. Қалай ана Есенберлин жақта бәрі құлап жатыр. 1-2 жылдан кейін бәрі құлап жатыр. Жол 1 жылда быт-шытын шығып жатыр. Асфальттың толщинасы, например, болу керек 10-15 сантиметр салады, 5 сантиметр деген сияқты. Сондай АЭС-тан қазір енді коррупция деген өте қиын болып тұр.
қазір енді аэс-ті салып жатса қазір тағы да жей бастайды да ертең Чернобыль сияқты бола ма? Болып қалу мүмкін. Иә. Ол болып қалуы мүмкін. Сол жол туралы мәселе, мысалы кеше Астанаға келе жатырмын, 690 теңге ана ақылы жол дейді, иә? Соны төледім және Каспиймен. Бірақ та екі рет шұңқырға түсіп қалдым сол ақылы жолда. Сол не үшін ақылы жол? Егерде қаншама ақша түсіп жатыр сол жолға, сол қаражатты жұмсамаса, не үшін бізден сол ақшаны алады деген сұрақ туып жатыр менің басымда. Көрдіңіздер ме? Баяғыдағы жол тозып барады, ақша түсіп жатыр, ақша қайда кетіп жатыр. Тағы да бір мәселе. Ол то же самое аэс-та болуы мүмкін. Иә. Соны ана Аққұю деген Турция бар ғой, Түркияда. Атомный электростанция салды, Росатом. Оның 49% акциясы Ресейдікі болып тұр. Көрдіңіздер ме? Мынау біздікі және айтады, біз өзіміз атомный державамыз дейді, біздің өзіміздің атомымыз шығады, ана уран шығады дейді. Бізде уран шығады, бірақ та оны өндіретін бізде зауыт жоқ. Оны Росатом Ресейде өндіреді. Ертең күні сол отынды бізге бермей қойса, біз қалай оны жағамыз, қалай жүргіземіз? Дұрыс емес, кім жасаса да, және жасайды, мен де соған келісем. Кім жасаса да, егерде өкімет қазір үлкен насихат жүргізіп жатыр. Қай теледидарды ашсаңыздар, қай канал болса да, бәр жерде сол насихат жүріп жатыр. Бізге атом электростанциясы керек, анау мынау деп. 2017 жылда ана немді экспо болды ғой. Жасыл энергия деген сияқты қапалақтар, сонымен күн сәулесі, оны біз ұмытып кеттік. Иә, соны және айтқай жатқан. Көрдіңіздер ме? Ол не үшін 2 миллиард 100 миллион доллар, 2 миллиард 100 миллион доллар не үшін экспоға біз сонда жұмсадық? Тағы да бір сұрақ. Егерде біз сонда сол кезде мақтап, осындай энергия бізде болу керек, келешектің энергиясы осы жасыл энергия, қапалақтар, күн сәулесі деген сияқты мақтап бүкіл дүние жүзілік неме экспо жасады да, мына жерге бап енді аэс саламыз дейді. Ол қалай түсінуге болады? Ол да бір өз-өзіне қарама-қайшы келіп тұрған өкіметтің бір ісі. Көрдіңіздер ме? Экспо. Енді кішкене жарайды, мен атомный электростанциямен сөйлесіп кеттік. Негізі біздің мұнда мақсаттарымыз айтайықшы, не үшін келдік, иә? Енді сол айтыңыздаршы. Иә, сол айтайық кішкене. Қазір мен кеше өзім келдім мұнда Павлодарда өзім. Сосын Ринат Заитов, депутат, мәжіліс парламентінің депутат қой. Сонымен кездестім. Сол қазақ тілі мәселесі не туралы талқыладық. Ұсыныстарын бердім, қалай не етуге болады. Мен айттым, анау, егер бізге қазақша қызмет көрсетпесе, полицияға беріңдерші, участковыйларға. Просто 102-ге звондаймыз, келеді, айыппұл салады, толып кетеді. Айғай-шу керек емес. Егер қазақша көрсетпесем, мысалы. Қазір енді олар сол законопроект дайындайды, бәрін етеді, біздің ұсыныстарды білді, бәрі біліп жатыр, не болып жатқан бәрі біліп жатыр. Сосын анау ждундар, сепаратистар туралы айттым. Иә, бәрін оларды білеміз, бәрін сол біздің билікте, біздің ұлтшылдар біледі оларды, қандай не. Сол үшін енді жұмыс істейміз олармен дейді. Тағы не айтқым келеді. Бүгін дүниежүзілік көшпенділердің ойындар басталды. Этноауыл болды, сол жерге барып бір стрим жүргіздім. Егер YouTube арнаға кірсеңіздер, мен YouTube арнаға, сол жерде көресіздер. Өте күшті болды. Бүгін бір Франциядан келген бір апайымыз қазақша сөйледі. Өзі француз. 3 жылдың ішінде Астанада қазақ тілін үйреніп алған. Бізде қанша анау сепаратистер жүр ғой, 30 жыл өмір бойы тұрып жатыр да, бірақ бір ауыз сөз қазақтың сөзі айтпайды. Видишь, я русский деп бастайды әңгімені. Анау француз тәтеміз міне андай жай бытовой тілмен қазақша сөйледі. И мен бір сол біздің андай европейский сырт келбетті деп айтады ғой, внешность. Соған жақынданып анау қазақша айтыңызшы, я не знаю казахский. Сол дискриминация әлі күнге дейін. Сол біздің азаматтарға айтқым келеді, вам не стыдно? К нам приезжают иностранцы, американцы, французы, другие британцы, да, они за 2-3 года овладевают. К нам приезжают россияне,
которые за вот эти вот бежавшие всякие, за 3 месяца, за полгода овладели. А наши граждане, которые здесь живут всю жизнь, никак не можете 2 слова связать. Стыд и позор вам. Это показывает ваше неуважение вообще казахской нации, казахской государственности. Полностью показывает ваше неуважение. И поэтому вы, какое уважение вы хотите от нас, правильно, да? Если они нас не уважают. Бізді сыйламайды біздер. Мен де, мысалы, я тоже не знал қазақ тілі. Ну, ничего, научился же. Ничего сложного нет. Егер ниеті болса, әр адам өзі үйренеді ғой. Сол айтармын. Достар, ал. Ана Америкадан келген бір кісі келіп, бір апайға бірдеңке сатып алайын десе, вот куда приехали дейді, өзіміздің қазақ апайымыз. Сонда айтады, мен орысша білмеймін, мен қазақша сөйлеймін деп, Америкадан келген кісі сөйтіп сөйлеп тұр, көрдіңіздер ме? Біз қазір кез келген кісілермен қазақша сөйлеп, өзіміздің тілдің дәрежесін көтеруіміз керек. Жалтақтауды, жорғалауды деген сияқты қою керек. Біреуді көргенде, және айтты ғой, өзбекті көрсек өзбекше, американдықты көрсек hello деп, қытайды көрсек қытайша сөйлейтінді қою керек. Қазақстанға келді ма, аудармашысын алсын сөйлесін, қазақша сөйлегенге тырыссын. Мен бүгін бәрін анау Малайзия, Франция, Америка анау, қандай тағы Арабия, бәріне келіп сұрадым. Қазақша білесіз ба деп. Маған анау сепаратистер жазады, типа, это уже перебор. Уже до иностранцев докопался деп жатыр да. Немен слушай, олар бізге келіп тұр. Бізге келгеннен кейін біздің тілмен сөйлесін. Әлде, ну, ортақ тілі анау бар, ағылшын тілі. Бірақ мен білмеймін мысалы. Олар аудармашыларды әкелу керек мұнда. Біз емес оларға аудармашы іздеп. Біз мысалы олардың Арабияға барсақ, олар біздің қазақ тілді азамат таба ма? Жоқ, біз алып барамыз ғой. Араб тілі білетін адамды алып барамыз. А неге олар солай? Бізге солай істемейді. Себебі олар білет, бізде әлі күнге дейін қазақ тілі өз қалпына келген жоқ. Әлі күнге дейін орыс тілі бізде басып жатыр. И ана американец не үшін? Американецтен сөйледім ғой. Ол кішкене орысша сөйлейді, қазақша білмейді. Міне. Егер осылай бәріміз жұмыс нені істей берсек, қазақша бітіп тұр, керісінше. Орысша мен білмеймін дейді. Қазақша сөйлеймін дейді. Кім туралы айтып отырсыз? Мен басқа американдықты айтып отырмын. Жоқ, бүгін болды. Сен болды. Бүгін мен сұрайын. Чуть-чуть русский знаю, казахский не знаю. Мне сол олар, потому что былай қарайды, Қазақстанда қандай тілмен сөйлейді? Орыс тілімен сөйлейді. Зачем онда қазақ тілі? Қазақтың өзі қазақша сөйлемесе. Сол үшін қорықпаңдар, жақындарыңдар, қазақша білесіз ба, білмейсіз ба, кешіріңіз деп. Егер ағылшын тілін білсеңіз, сөйлей беріңіз. Бірақ өзіміз тілі әр жерде қазақ тілі айта беруіміз керек. Айта беруіміз, ну, любой жерге бармаса. Сол айтамын. Кез келген жерде, өз тілімізде сөйлеу керек. Өгет насихат жасау керек. Мына енді Әділ Диас сендер сияқты жігіттердің арқасында ғой енді. Тағы да айтайын, мақтағаным емес, неткен емес, енді по факту ғой. Негізі тенденция дейді ғой, қазақ тілі жағына қарай ауысып жатыр, байқасаңыздар, біз жеңіп жатырмыз, Құдайға шүкір, жеңбей қайда барамыз, жеңеміз ғой, әрине. Енді ол әртүрлі салада байқалады. Тек қана бір көшедегі магазинде емес, мынау әртүрлі салада, әртүрлі жерде мысалға, Мысалға сіздер YouTube-ты ашып қарасаңыздар, қана орысша салдырлатып, бәлем миллион подписчиктар бар, анау журналистер, қазір оларға орыс тілінде, Қазақстанда тұрып орыс тілінде интервью жазуға тиімсіз, олардың бәрі қазақ тіліне көшіп жатыр, байқадыңыздар ма? Бизнесмендер бар, жаңа көрдіңіздер ма? Мынау мысалға Динара Сәтжан дегенің бар, баяғыда бәрін орысша сөйлейтін, қазір қазақ тілінде бүкіл интервьюларын жүргізіп жатыр. Мысалға Елдер Сметовті шақырды, сол сияқты мысалға біздің қазақтарды шақырса, жаңа өзіміздің қазақ тіліндегі, енді өзіміз бармыз ғой, Құдайға шүкір 75%. Сондықтан олар міндетті болады, вынужден болады ғой, орысша айтқанда, жаңа қазақша интервью алуға. Сондықтан бұның бәрі тенденция деп аталады, қазақ тілі жағына ауысып, ол әрі қарай біз жеңіп жатырмыз. Сондықтан әрі қарай дамыта беру керек, бәрі өзімізге байланысты. Тек қана өзіміз жаңа Әділ дұрыс айтып отыр. Тек жаңа мен видеоны көріп қалдым, жаңа қазақ әйел америкалықтар орысша сұрақ қалды да, бәрі өзімізге байланысты, көрдіңіз бе? Анау қазақша сұраса қалай әдемі болып кетер еді. Ана жерде бәрі білдіріп жүрді. Бір кішкентай бір минуттық не, ана жерде видео орысша сұрақ болса білдіріп жүрді да, көрдіңіз бе? Америкалықтың өзі ұялтып жүрді. Сол сияқты
өзімізге сын, сондықтан бәрі өзімізден басталады. Сондықтан Диас, Әділ, сіздерге үлкен рахмет, қош келдіңіздер Астанаға. Аман есен, сосын үйлеріңізге, отбасыларыңызға жетіңіздер, жақсылап дем алыңыздар. Тағы да хабарға шығамыз. Мен шыға берейін, ренжімесеңіздер. Жақсы, иә, рахмет, Алла разы болсын. жазыңыз, Алла шипа берсін, иә. Алла шипа берсін. Жазыңыз. Рахмет. Сонда ағамыз осы Астанада тұрады. Енді бізге келдіңіз деп, біздің қаламызға келді. Түсінікті. Болды, осымен стримді аяқтаймыз ба? Жоқ. Күтейік қазір. Мен айтатын бір-екі сөз бар. Жарайды. Ана біз өзге диаспораны түземей тұрып, бірінші өзіміз түзетіп алсақ, өте үлкен дерт. Көшеге шықсаң, балалардың бәрі орысша сөйлейді. Немересі мен атасы орысша сөйлеп жатады. Сондай өте көп байқалады. Әсіресе мына Астанада деген сияқты, Өскемен, өзім Өскеменде болғаннан кейін көп байқаймын сондайды. Айтсам, мне так удобно дейді да. Бір неме айтайыншы. Айт. Не байқадым осы Астанада? Әр жерде, ана жерде, мына жерде жүрмін ғой. Кейбір қазақ тілді акцент сезіп тұрды. Орысша сөйлесуге тырысады. Бір-бірімен отырады да. Что ты мне чай нальешь? Что ты мне подашь деп бір-бірімен бар ғой. Мен шыдамай келемін, айтамын. Кешіріңіз, сіз қазақ тілді білесіз ғой, иә? Иә, қазақ тілдімін ғой. Қасында отырған кісіні сұраймын, сіз білесіз ба? Иә, мен де білемін дейді. Ауылда неге бір-бірімен орысша сөйлейсіз? Акцентпен бір-бірімен орысша неге сөйлейсіз? Сіз қазақсыз деймін да. Миына сыймайтын нәрсе. Жарайды анау. Орысша оқығанда, солтүстіктен шыққанда, андай. Кімде анау? Микрофон өшіріңізші, өтініш. Әке, өшіріңіз микрофоныңызды. Қайрат, өзің өшіресің ғой. Алланың дауысы болса. Не айтып жатқаным? Сол. Тырысып, орысша сөйлейді. Ұят емес пе? Да, мен алып тастайын, иә, ағамызды. Кішкене сөз бөліп жатыр. Сол үшін ағалар, Құдай үшін енді. Қазақша сөйлейтін адамдар, қазақша білетін адамдар, қазақша сөйлеуге бір-бірімен тырыссаңдаршы енді. Міне, Әділ біледі, мысалы, мен бір жыл бұрын қалай орысша, қазақша сөйледім. Міне, бір жыл өтті. Иә. Уже кішкене ақырындап, иә, білем, анда-санда орыстың сөзін қосам, бірақ енді әлі уақыт керек, бір сабақша дұрыс саламыз ғой. Бірақ қазақша сөйлейтін қазақтар орысша сөйлегенде ол парадокс, құлдық санау. Білмеймін оны. Қою керек оны. Болды. Біздің тәуелсіз қанша болды? 30 жыл болды. Ел ордамыз бар, қандай әдемі, айбат. Не керек енді? Сол айтамын. Ұлттың дамуына да, өшуіне да себеп болатын құрал ол тіл. Тіліміз жоғалса, ұлтымыз жоғалады. Соны біздің мәңгүрттерімізге жеткізу керек, айтқызу керек әрқашанда. Түзеп отыруымыз керек. Әйтпесе, мен өзім орысша таза сөйлеймін, бірақ та сөйлемеймін, мақтан тұтпаймын оны. Себебі ол мен ана тілім емес. Ана тіл деген ол шешеміздің тілі. Біз өз шешемізді қалай жақсы көреміз, солай ана тілімізді жақсы көруіміз керек. Көрдіңіздер ме? Әрқашанда бірінші кезекте ана тілімізді сөйлеп, ана тілімізді құрметтеп. Баяғыдағы стереотип қалды ғой бізде. Өзіміздің қазағымыз тұрса, өзге диаспоралық біреу келсе, сол орысша сөйлеп кететін. Оны қою керек, қысқарту керек. Керісінше, орыс тұрып бір қазақ келсе, бәрі қазақша сөйлеп кететіндей заман біз тудыруымыз керек ағайын. Көрдіңіздер ме? Біз Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі, соны біз бәріне мойындатып, тілімізді дамытуға атсалысуымыз керек. Әрқайсысы үйіндегі кішкентай сәбилерден бастауымыз керек. Әйтпесе, сәбилердің бәрі қазір ютубты беріп қояды да, анасы қарамайды. Содан кейін орысша тілдері шығады. Давай, есен жол бауырыммен амандасайын. Қалдарыңыз қалай? Уағалейкум. Қалай? Осы есен жол танисың ғой? Иә. Қарағанды белсендісі. Сіздерді көріп риза болып отырмын кәдімгідей. Есен жол, мен саған айттым ғой, біздің нағыз патриоттармен мен әрқашан дос боламын бар ғой.
ниеті дұрыс болса, жүрегі таза болса, а егер анда 200-ді болса, былай да былай, мен ондайлармен нете алмаймын. Мен саған оны мін рет айттым. Сені мысалы есен жол, вот мен Әділ ағамыз біледі, сыйлаймыз. Қарағанда тұрып, олар тоже Қарағанда неге біраз дүкендерге барып аралап шықты. Өздері кішкене жұмыстар жасап жатыр, ана амал жасап жатыр. Есен жол, достары. Сол есен жол, саған сөз. Иә, енді осы тіл жаңашылары көбірек болсын. Өйткені біз әлі де азбыз негізінде. Қаншама мынау комментарияны жазып жатады ғой. Әмин. Қолдаймыз деп. Но енді қазір қолдайтын заман емес, қазір шынымен өзіміздің тіліміз үшін күресетін заман шыны керек. Тем более Диас өзіңді білесің ғой, Қарағандыда қалай екенін, иә. Қарағандыда қазір көп негізі. Өзіміздің қазақтар орысша сайрап жүр. Жалпы. Ну мен сіздерді көріп риза болдым шыны керек ше. Рахмет. Әлі де сөйлесетін уақыт болады негізі. Алла қаласа. Мен ана жол кімге есен жолға айттым, егер мүмкіндік болса Астанаға да сен де кел деп. Анау көшпенділердің ойындарын қарайық бірге, сұхбат жазайық деп. Бірақ өкінішке орай есен жолдың қазір жағдай болмай жатыр да. Сол үшін енді сол осылай стримға кіріп, уақыт бөліп, рахмет айтып. Мына алғыс. Иә, жігіттер араларында өздерің сияқты мықты намысшыл жігіттер көбірек болсын. Тілейтінім осы. Жалпы осы тіл жаңашыларын байқап жүрмін, шыны керек бәрі мықты жігіттер ғой негізі. Бірақ біз азбыз әлі жігіттер. Көбірек болсын кішкене. Негізі аз болғанда біз андай бетін көрсеткен, осылай канал жүргізіп азбыз. А бірақ андай беті көрсетпеген, андай ниеттері бар. Мысалы біз оны көре алмаймыз ғой. Мысалы мүмкін қазір осы уақытта бір сондай тіл жанашыр бір дүкенде қазақ тілі сұрап отыр да. Біз оны білмейміз, қолына түспейді. Себебі мен бір рет кіммен сөйлестім ғой, консультант, продавец, сатушы, бір торговый домда, сауда үйінде. Сол айтады, қазақтар, Павлодарда, қазақтар бәрі қазақша сұрау бастады ғой. Бәрі сұрау. Біз оны көрмейміз, әріне көрмейміз. А уже кімдер сатушылар айтады, қазақтар бәрі келіп, көріп тұр, акцент бар екен. Бірақ тырысады қазақша сұрауға дейді. Вот міне, ол бәріміздің халықтың не ғой. Соны ана біз немеге келеміз ғой, мысалы жанармай құятын бекетке келеміз, біз тек қана жанармай туралы қазақша сұраймыз. Біз оны сен айтады ғой, жасын нешеде, анау мынау деген сұрамаймыз. Оларға 91, 92, 95 деген бензиндерді немесе дизель отыны деген сияқтын жаттап алса болды ғой. Сонымен ақшаның несін қанша шықты соны айтқанға, соны және жаттап алу керек. Ондай қиын емес ол. Бар ғой. Біз оларға ана физиканың неше сияқты терминдары бар, сонымен ана химияның терминдары неше сияқты ана ғылыми сөздерді жаттап ал деп жатқан жоқпыз. Таза өзін жасап отырған кәсібінің сөздерін жәнегіне тамақ сататын, азық-түлік сататын дүкенде мысалы нан деген сияқты, қант деген сияқты атауларды жаттап алу керек болды. Біз келеміз де сұраймыз. Маған қанттан 1 кило бер дейміз. Қант деген сахар. Бәріміз сүйтіп сұрап, саусақпен түртіп көрсетсек былай. Маған қанттан 1 кило бер деп, ертең күні олар да үйренеді. Біз бәріміз соған себепкер болуымыз керек. Көрдіңіздер ме? Келіп ап біз ана өзге диаспораны көбінесе орыстарды көріп ап, здрасте деп кетсін, онда біз тілімізді ешқашан дамытпаймыз. Келдіңіздер ме? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Маған 1 кило қант беріңіз деп сыпайы мәдениетті түрде сөйлесек, жылы сөйлесе, жылан үнінен шығады дейді. Сол сияқты біз ұрсыспай жоқ, қара, мысалы кейбір анау болады ғой, енді кинода айтады, плохой хороший полицейский деп. Кейбірлер мысалы егер андай жылы айтса, оны түсінбей қалады. Короче, әр адамда өз методика ғой. Мен мысалы сен сияқты шын айтқанда әділ жасалмаймын да. Мен көрдім сен қалай неде өскеменде жүресің ғой, қалай сен андай мәдениетті, сыпайы дегенде, спокойно, вежливо да сөйлейсің да. Я так не могу бар ғой, брат. Егер маған айтса да, вот мне пошел отсюда вон, анау, мен, конечно, боқтамаймын да, бірақ мен уже сразу отал кетемін деші. Отал кетемін, короче, уже мінезін көрсетуге басып, қалай деп, бет кетемін да, короче. Потому что ол әр адам әртүрлі да, но бірақ боқтамаңдар. Балағат сөз айтпаңдар. Мінезі болса да көрсету керек. Қалай ол сондай болу керек? Тоже ол кішкене андай болу керек. Менің ойымша. Мен өзім туралы да. Жоқ, ондай кездерде болады. Бірақ та оны сырт нетпеп шығармаймыз.
жоқ мен бәрін шығарамын ғой сол үшін маған айтады анау скандально деп бірақ мен бәрін көрсеткім келеді міне қараңдар нағыз дискриминация нағыз мынау не болып жатыр ондай қанша жыл енді бола береді иә че нацики ублюдочная сипарня деп нацпотня деп бізге че за беспредел дейді ғой натурально сол ұлы дала баласы ассалаумағалейкум. Кеш жарық жігіттер. Қалдарың қалай? Құдай деп отырмыз. Менің айтайын дегенім мынау енді біз қазір мынау зейнет жасына жақындап қалдық. Мен сонау 86 жылғы оқиғадан кейін тіл жанашыр ретінде біраз жұмыстар істеген адаммын негізі. Қазақтың аттарын, атауларын қайтару жөнінде мақалалар жазып, аудандық газетте істедім ол кезде. Қазақ тіл қоғамын басқардым, қазақтың айтыс өнерін насихаттап солай жұмыс істеген адаммын. Енді қазір енді жас буын сендердің осылай жасап жатқандарыңа мен келісемін, қолдаймын. Мынау бізде мен өз Ақмола облысында тұрамын. Сол кішкентай қалада қазір анау Қазақойл деген кіргенде енді қазақ азаматшалары біреу ғана ма сондай. Қалғандардың басқа ұлттардың өкілдері, бірақ қош келдіңіз деп қазақша мадап солай сұрап жатыр. Мен соларға жаңағыдай 92-ші бензин 5-ші колонка 5000-ға дейін. Міне 3-ақ сөз. 3 сөз, одан артық сөз жоқ. Әгілер қазақша жауап, қазақ сөзін сосын рахмет, жолыңыз болсын деп сөйтіп айтады. Міне, осылай адамдар нету керек деп ойлаймын өзім. Мынау қызмет көрсету саласында солай бетбұрыс жасау керек. Мен айтайын деген. Алдында мысалы солай немеге бензин құйға келдім. Бір қазақтың жігіт тұр екен, соңғы ана ар жағында орыс әйел тұр. Сәлеметсіз бе? Маған 92-ден толтырып беріңіз дедім. Қолма-қол ақшамен төлейін дедім де шығып кеттім. Соңғы барып бензин толтырып алды да қайтадан келсең тағы бір қазақтың жігіті кіріпті. Қанша деп едім, ақшасын бағасын айтты. Соңғы төледім де рахмет, сау болыңыз деп едім, сау болыңыз деді. Шықсам ана екі жігіт шығып кетті. Мына кісі қазақша түсінеді ғой дейді. Мен айттым, сендер сөйлесеңдер, мыналар үйренеді. Егер де сендер орысшалап тұрсаңдар жәнегі сияқты. Онда ешкім ешқашан үйренбейді. Ана өздері айтады ғой. Ара болу керек. Ара, среда дейді ғой. Иә. Орта. Біз сол ортаны өзіміз жасауымыз керек. Көрдіңіз бе? Иә, ара, орта деген сияқты сол. Соны біз өзіміз жасап, соны жандандырсақ, тек қана қазақ тілінде біз бәріміз сөйлеп алсақ, онда өзге диаспоралар, олар амалсыз бәрі қазақ тілінде сөйлеуге келеді. Көрдіңіздер ме? Біз өзіміз бәріміз толықтай қазақша сөйлемейді. Өзге диаспоралар ол айтады, сендердің өздерің қазақтарын сөйлемейді дейді. Сол кезде мен не айтарым білмей қаламын ғой. Мен айтамын, сендер оларға қарамаңдар, сендер олардан жақсы болыңдар деп айтып, былай майдалап айтып бүйтіп. Екі тіл білген жақсы, малда да бір сосын тағы бір айтайын дегенім, мынау өздерің ойлап қараңдаршы. Мен мысалы совет үкіметі кезінде біз ауылда қазақ ауылында өстік, бірақ далаға шыққанда, қалаға шыққанда бәрі орысша болатын. Біз солай жүріп орыс тілін үйрендік. Ал енді біздің ортамызда тұрып, туғаннан өсіп, өніп, арамызда жүреді. Далада көшеде жазылып тұрады, радиодан естиді, телевизордан естиді қазақ сөздерін. Енді солар қазақ сөзін білмейді дегенге ешкім сенбейді. Осында туып өсіп, сол сөзді естіп, соны көріп жүріп, соны түсінбейді дегенге. Жанында көршісінің аузынан естиді. Рахмет, келдің бе, бардың ба, жаман, жақсы деген сөздерді солай ғой. Енді сол сөздерді білмейді дегенге мен сенбеймін. Сондықтан біз өзіміз орта жасау керек. Орта жасағанда олар иілік етті, өздері үйрене бастайды сосын. Ол ана эстондар, латыштар солай істеді ғой. Бәрі бірақ ұлт топ келісіп алды да, өз тілімізде сөйлесеміз, кез келген жерде таза өз тілімізде сөйлейміз деді. Содан кейін бәрі амалсыздан үйреніп алды. Сол сияқты бізге болу керек, ұлтшыл болу керек. Енді бір рет Астанаға дейін мен өзім біздің қалада бір сыған ұлтының өкілдері бар, соны ала бардым. 2 адам отырды. Барғанша өзара бір-бірімен сыганша сөйлеп отырды әгілер. Сосын мен жанымда отырған жолдасым айтам, қарашы, туы жоқ, отаны жоқ, елі жоқ. Мыналар өз тілдерін өздері сақтайды, өз тілдерінде сөйлейді. Ал біз өз елімізде тұрып, өзіміздің мемлекетіміз бола тұра, конституциямыз, елтаңбамыз, туымыз бола тұра, өз тілімізді өзіміз менсінбейміз. Вот өкініштісі сол. Әлі күнге дейін, осы уақытқа дейін 30 жыл болды, 33 жыл тәуелсіздік алғанымыз. Осы уақытқа дейін соны түсінбей жүргеніне, саналарына бармай жүргеніне. Соған таң қаламын мен.
Аділ аяқтайды адамдар келіп жатыр. Иә. Или неге машина бар, білмеймін. Шешіп алайық қазір, бітті ғой қазір, шығамыз ақ. Жоқ, енді адамдар келіп жатыр. Иә. Ола түсінбейді. Қазақстан екенін түсінбейді. Қазақты тыңдайды. Не айтады? Аха, жақсы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қазеке. ассалаумағалейкум қазақ. Иясты жай керек сол кісіні жиі көремін сіздерге мына Мен не дейді, короче, болды. Так, Естімей тұр, иә? Иә. Так, давай шай ішсек. Қандай сұрақтар бар? Кім? Давай мына қосайын. Мен, короче, өзіме не істедім, модератор үшін. Модер болдың, иә? Спокойно надо. Жақсы. Артық нетпеймін ғой мен. Керек. Болсам, ана, боқтайтындар өшіп тастайын. Алдында бір ажақ кісі келсін, иә, жай соңын айтып. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, ағалар, қалдарыңыз қалай? Уағалейкум ассалам. О, Диас жерлес, аман есенсің ба, қалың қалай? Есен аман. Мен Ақсудан ғой, танып отқан шығарсың, тойлат. Екеміз біраз сөйлескенбіз. Может, есіңде жоқ шығар. Тойлат, Ақсудан, Павлодардың Ақсуынан. Есіңе түссін ба? Жоқ, қазір көрейміз. Сол біраз жоғалып кеттің ғой сен біраз іздеп енді шығып жатсың ғой. Есен аман бәрі жақсы ма? Құдай деп, иә. Астанада жүрсің ба, Диас? Иә, кеше келдім. Ринатпен неткен ролигіңді көрдік. Бастамасы бәрі жақсы отыр. Тәуба, алға. Әрқашан қолдап отырамыз. Сол бір алғысымды айтып кетейін деп. Рахмет, Алла разы болсын. Иә. Ардақ, уалейкум ассалам, қалай? Сындар қалай? Кірді ма? Иә, және Ардақ кірді. Біреу кана қазақтандырып жатқан азаматтардың бірі. Иә. Қалың орыстың арасына барып, батыстан келіп, көшіп келіп, қазақтарды шақырып отырған біздің азаматтарымыз. Сындар мен Ардақ, сіздерге үлкен рахмет. Мен что-то көрінбей кеттім. Уағалейкум ассалам. Қабақтарды қосқаннан кейін. Сіз жоғары көтерді. Так, онда жарайды, мынаны адам алып тастайын, иә? Рахмет сізге. Ардақта бір сұрақ, видео камера аламыз деп алдым екен. Ардақ қазір өзін айтады. Ардақ видеокамера алдым ба? Рахмет. Кетін болдық қойды. Тикток кеп. Қазақша сөйле. Рахмет. Мен барам солтүстікке дейді. Дұрыс, иә, ағайын. Біз бәріміз жан-жаққа өзіміздің кең байтақ қазақ жерімізде. Байқадың ба, что бірге ұқсаймыз ба? Біз ба? Бірдеңе бар ма? Әр қазақ ағайын ғой бәріміз. Арғы атамыз бір ғой. Сен Арғын, мен Найман. Жоқ, мен нағашылар Наймандар ғой. Иә? Маған айтады, сен нағашыларына ұқсайсың. Иә? Что-то Найманский Наймандарға ұқсаймын екен, Раушан, сәлем, қалғалай. Туса емес, шай ішіп, қазақ елімен әңгімелесіп, сұхбаттасып отырған мән жайымыз бар. Көп болды. Иә, балыққа қашан барамыз. Достар ма? Бұйыртса барамыз, жерлестер. Сұрағыңызды айтыңыз. Жаңағыны қостым, бірақ оның ұшу андай короче. Соң қош, сұрағым бар дейді. Запрос жібердіңізші? Қосам, иә. Рангулов дейді. Шақырды. Арғын ішіндегі Арғын Бәсентин Сәмек. Кеш жарық. Айта беріңіз. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Уағалейкум ассалам. Қалдарың қалай? Алла деп, рахмет. Өздеріңіз. Сіздерді әрқашан қолдап отырам, қазақ тілі әрқашанда жасай берсін. Мен сұрайын деген анау АЭС салдыруына, соны қалай қазақ елі қолдау керек па, керек жоқ па?
салынуына. Ол бар ғой. Біз біреуге сен қолда, сен қарсы бол деп айта алмаймыз. Әр адамның өзінің ойы бар, өзінің пікірі бар. Интернетке кірсеңіздер, интернетке кірсеңіздер, қазір дамыған заман ғой. Неше сияқты ақпарат бар, неше сияқты елдердің нелері бар, тәжірибелері бар, сол АЭС-ті қолданған. Соның бәрін қарау керек, зерттеу керек. Қараңыздар, мысалы мен өзім жеке басым, мен өзім қарсымын. Бірақ та тіпті саламыз деген өзімді, және диаспорам айтып кеткен сияқты, не жапондар салсын, не француздар салсын, бірақ та Ресей салмасын. Көрдіңіздер ме? Біз Ресейдің қолдамаймыз. Қарсымыз. Біз сол Ресейдің салғанына қарсымыз. Енді ол қарашы, ойлашы, Әділ. Оларда не? Оларда ана элементарный зат шығара алмайды. Комплектующий ештеме жоқ, запчасть жоқ, қазір санкция салынған. Не? Олар өзіне ештеме сала алмайды. Не? Қандай АЭС бізге салынбақшы? Мен түсінбеймін ғой. Ертең күні соғыс Ресейдің жеріне кіріп кетті. Ертең күні қалай ол бізге бірдеңке салады? Ешқандай технология жоқ, чип жоқ, ештеме, анау электроника жоқ. Олар уже отсталый мемлекет бар ғой. Бүкіл технология кімде? Америкада, Қытайда, мысалы, Тайвань, мысалы. Неге солармен, Қытайлармен, мысалы, тағы не, Жапониямен, жап-жана ана технология салатын болса дейді. Аналар өз не сияқты да? Қалай айтуға болады? Советский Союз ғой, Сабок, білмеймін. Егер қазір шешім шығарса, Ресей салады, тағы ушу болып кетеді, тағы халық көтеріп кетеді. Зачем ол нужно? Сол үшін менің ойымша біздің билік енді ақылды адамдар бар, көріп жатыр, бәрі түсініп жатыр. Или вообще салмасын, или басқа нормаль дамыған технология бар елге берсін. Оның бәрі түсініп жатыр ғой енді уже. Ертең ана Балқаш көліміз Арал теңізі сияқты болып кетуі мүмкін дейді. Экологтар тыңдасаңыздар, сөйтіп айтып жатыр. Сондықтан үлкен мәселе, оған бәріміз жай байқат қарамай, жоқ дегенде бейне жазба жазып, мен осындай, мынандай АЭС-ке қарсымын деп. Қазір референдумның өзіне қазір қанша миллиард деді? 6 миллиард деді ғой деймін. 6 миллиард теңгені ойлаңыздаршы қазір. Қоя береді, содан кейін өтірік референдум жасаған, ол керек жоқ. Қосановқа бәріміз дауыс бердік қой кезінде. Бар ғой, мен де өз басым сендер сияқты ойлаймын. АЭС салуына қарсымын. Салса сол жаңағыдай озық технологиясы бар мемлекеттердің салған дұрыс қой. Ана немнесі бар ғой, акционер 100% Қазақстан болу керек. Әйтпесе Ресей салса, ол міндетті түрде 50% акциясы Росатомдікі болып кетеді. Көрдіңіздер ме? Ана Турцияда да жартысы пайызды, 100%-ның 50-і Турцияда да Аққұйы деген не бар, АЭС. Соны Ресейдің несінде, теңгерімінде. Ондай керек жоқ бізге. Ресейдің мақсаты өзінің несін ықпалын жүргізу үшін салайын деп отыр ғой бізге, басқа қандай емес оларға. Өзінің ықпалын жүргізу үшін ғана. Мысалы ана Германияда ақырғы 3 атомный электростанция бар, соны қазір олар тоқтатып, бұйыртса жауып жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол АЭС-тен олар бас тартып жатыр, керек емес дейді. АЭС жарайды, ол 20 жылдан 40 жылға дейін ғана жұмыс істейді. Салғаннан кейін. Содан кейін оны өзі 30 жыл консервация жасап қояды, 30 жылдан кейін оны бұзат, оның жұмысына тағы да 5-6 миллиард доллар кетеді. Реконсервация жасағанға, утилизация жасағанға көрдіңіздер ме? Оны дұрыстап оқысаңыздар, көп ақпарат интернетте бар. Уақыттарыңыз болғанда соны Google-да ашып алып, АЭС-тің жақсы жағы, жаман жағы, негізі ол таза энергия дейді. Бірақ та ертең күні оның бұзғаны, ертең күні оны тоқтатқаны, қаншама миллион кубометр су кеткені, Балқаштың суы жете ме, жетпей ме, ертең күні Арал теңізі сияқты болып кету ықтимал деп экологтар айтып жатыр. Негізі қазір жаңа технологиялар шығып жатыр ғой, ветряной мельница, солнечный батарея мысалы. Сосын тағы қандай не бар? Вообще жаңа тағы бірдемелер бар. Судыкі бар ғой. Ертістің бойында салқой тағы бір. Жетеді ғой. Су электростанция, гидроэлектростанция дейді ғой, газ. Соны жасап қойыңдар. Негізі АЭС ол полигон құртады бір күні табиғатымызда.
дұрыс айтасың. ертеңгі күні құдай сақтасын жер сілкініс қатты бірдеңе болып жатса анау жарылса радиационный фон қаншама мың шақырымға жан жаққа жайылады. ертеңгі күні біздің Семейдің полигоны сияқты Анау Чернобыль болды ғой. Иә, Чернобыльде бар, Семейдегі полигон бар, сол сияқты болып тұрады. Ай, тағы да қазақтар сосын радиацияны алып, и так қанша бізді Советский Союз қырып бомбить етті ғой. Жарылыстар қанша жарылыс, 1000 жарылыс болды ма? Иә. Ол и то не только Семей облысында, бүкіл Қазақстанда болды. Атырау жақта болды, Қызылорда жақта болды, Балқаш жақта болды, бүкіл жерде болды. Енді тағы да сол атомная энергетика, ядерная энергетика деген. Жарайды жігіттер, мен шығып кетейін, рахмет кіргізгендеріңе. Жақсы, рахмет. Аман болыңыз. Аман болыңдар, сау болыңдар. Иә, Балқашқа радиация жиналады, иә. Сосын ана отходы бар ғой, тоже болады ғой, отходы болады. Мысалы бізде какой-то алюминиевый завод Павлодарда, оны картамен немен түсірді ғой, дрондармен. Целый анау көл уже, короче. Хвостохранилище. Анау, қалай ана, ядовитые вещества, не ғой, көл, короче, кәдімгідей. Хотя уже сол технологиялар, алюминиевый заводтың уже ескі бар ғой, уже. Қазір уже жаңа технология, новые методы переработки, сосын анау трубаларын жаман не шығады, түтін нормальный нелер қоймайды екен. Ау. Иә, анау жаңа ғана маған екен жіберген. Не болды ғой, кепка. Рахмет анау, сыйлықтар үшін. Тоже вот эти колпачок салады ғой неге трубаларға, который фильтр. Тоже қанша бізді травить етеді. Сендерде де өскеменде газ пустили деп жүреді ғой адамдар. Газ пустили деп. Сол вообще негізі бүкіл сол заводтарды ақырында жабу керек. Жаңа заводтарды салу керек. Әлде керек емес. Әлде анау қалай анау скотоводство қазақша. Мал шаруашылығы. Иә, мал шаруашылығын анау бүкіл әлемді біз оказывается малмен можем обеспечить. Иә. Бір қалада тұрсақ, уже баяғы үшедім, қазақ тіліне уже үйреншедім бар ғой. Қасында отырып көрдің ғой, нелерді айтасың да, мен оны сөздерін редко же не использую. Жоқ, сен Диас қазір керемет сөйлеп отырсың негізі бар ғой қазақша қазір. Қазақша керемет сөйлеп отырсың сен негізі. Павлодарға көшсейші деймін. Шығыстарда бір адам керек. Мне в своем найманском ханстве нормально дейсің. Наймания деп. Арғынстанда бармаймын да, Аргентина. Найманияда пойдет бізге болады. Сол жерде. Біз прикол ұстаймыз всегда. Так, тағы қандай не? Ваш канал дейді, Зухра. Ол Әділ канал, Әділ Юсупов. Әділмен бірге Ридер қаласына бардық. Сосын бізге қылмыстық іс қозғады. Бізбен еще Әділжан Абдуғалиев болды. Үшеуміз барғанбыз неге акиматқа, қазақша сұрадық. Сосын бізге қылмыстық іс қозғады. 174-ші бабымен ұлттық араздық қоздыру деген. Одан кейін 2 ай, одан тағы 2 айға созды. Не үшін? Қандай себеп ол? Жарты жыл болды ғой. Иә, почти сол жарты жыл болды ғой бізге қылмыстық іс. Сосын Құдайға шүкір, біздің депутаттар, білмеймін, біздің депутаттар Құдайға шүкір сол Ринат ағамыз Заитов, Ермұрат Бапи, тағы басқалар, Қазбек Иса ағамыз бір хат жазды ғой неге бас прокуратураға. Иә. Міне жарық бір өтірік жоқ. Иә. Сендер қалар Бертаныр дейсіңдер ғой. Бертаныр сау болды, Бертаныр дейді. Алхамдулиллах. Иә. Біз жарахмала дейміз. Әр неге сол. От қолдап жатыр. Сол кезде қолдау көрсеткен ол кісілер. Қолдау көрсеткен, иә. Кәдімгідей неменеде айтты ғой. Нацпаты деп айтады, ол не деген бассыздық деп. Біз Қазанбасы, Нацпаты. Ұлтшылдар де, Қазанбастар, Нацпаттар. Сөйтіп, парламенттің жиналысында отырысында кәдімгі сөйтіп Ринат Заитов айтқан. Көрдіңіздер ма? Сол үшін қолдау бар өкімет жағынан. Өкіметте де ұлтшылдар бар. Жоқ, енді олар көріп тұр ғой, ешқандай да заңды бұзбаймыз, тек қана анау заң жүзінде и андай дұрыс әңгімені айтамыз. Орында. Басқа ұлттарға, диаспораларға біз тиісіп жатқан жоқпыз, кемсітіп жатқан жоқпыз. Олар жаман, біз жақсы деп айтып жатқан жоқпыз. Шеттеп жатқан жоқпыз, кетсін деп айтып жатқан жоқпыз. Тұрсын, бірақ та біздің Қазақстанның заңына бағынсын. Біз наоборот айтамыз ғой, біз бірдейміз деп.
Иә, біз заң бойынша бірдейміз деп. Бізде андай жоғары ешкім жоқ. Бірдейміз. Қандай біздің ата заңымызда жазылған, солай болу керек. кімді блок ете қойды. Юг деген Кімді? юг Жоқ, кейбір біздің қазақтар бар андай аккаунттармен юг деген. Юг дегенде бірдеке жаман жазған. Жоқ, егер жаман жазса блокқа жіберемін, бірақ біздің кейбір андай кімдер бар, юг. Тоже біздің жігіттер өтірік аккаунт создавать еткен. Оңғаш. Жоқ, ол Зухраға айтып жатыр. Поко Зухраға айтып жатыр. Поко сен өзіңізде мына жерде қазақша шрифт жоқ екен. Қазақша емес, қазақ. Қ деген, Иә, Қ деген өзімізде. Сөйлеш дегенде о емес, ö деген әріп бар бізде. Сөйлеңіз деп. Дұрыстап жасайық. Мәдениетті болып, Тырысайық. өзіміз тырысайық мәдениет жазуға, қатесіз жазуға, тілімізді нетпей қорламай, дұрыстап қатесіз жазуға тырысайық ағайын. Сен білесің ба, мен баяғыда Уағалейкум ассалам. қазақ тілімен өте көп қателермен жазылды, білмейтін. Азанау Т9 бар, жақсы. Сол ақындап үйреніп алдым. Маған сол қазір жүрмін. Өтірік айтпай қояйын, менің әйелім қазақ мектеп бітірген ғой. Мен одан көп сұрайтынмын. Мына қалай болады дұрыс, мына қалай болады дұрыс десе. Ол маған жоқ, олай болмайды деп біледі ғой. Қазақша білім алам. Сол. Семейде осы жерде. Болса. Береке. Найманы потянулись дейсің. А может, Ерлан, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар жігіттер? Орта толсын. Эфирге шықса, эфирлеріңе сәттілік. Шүкір аман есен болады. Ауылда сол. Сен неге жетіп алдың ба? Жоқ, ауылдамын, Маралдыдамын ғой. Соны айттым ғой, жетіп алдым ба деп тұрмын Маралдыда. Иә, Маралдыда. Ой, керемет, ризамын. Эфирлеріңе сәттілік. Өте керемет эфир. Қазақ тілін қолдаймыз ғой әрқашан. Иә, рахмет бірге. Қалай, ауыл аман есен тұрма? Аман есен. Соңғы салған видеом көріп шықтың ба? Бүгін ара көшірдік қой, араларды көшірдік ауылдан. Қыстақтан. Ереке, ассалаумағалейкум, қалдарың қалай? Есен. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Диас. Уағалейкум ассалам. Қалдарың қалай? Ерлан, құрдас, қалайсың? Шүкір, аман есен. Жеттім, аман есен? Аман есен. Все. Есен, родной, қалайсың сен? Әділдерді көп риза болып отырмын. Қазір вообще негізі эфирді көбею керек, дұрыс. Родной демей, бір туған. Иә, мен де сол әділді көріп, мен де риза болып отырмын, шыны керек ше. Иә, бір туған. Тем более, диасыңды бірге отыр екен мына жерде. Бауырым ше, ол да родной. Бауырым деген братишка. Жоқ, басқа жақта, мысалы, біз жақта бауырым десең, ол родной ғой сол. Бауырым деп, кесеш бауырым деп. Сындар, сәлем. Жарайды ол. Әріге онда басқа. Сындар келіп Сәлеметсіз. Диасты да көріп жүретін, сырттай танимын Диасты да. Сырттай танимын. Рахмет. Бұлай кездескен жоқпыз. Бір нені айтайыншы, Алматыда оқыған кезде әскери институтта. Сол бір ағам, орысша айтқанда, бір адам, старшак бар ғой, короче, военный институтта, әскери институтта. И сол мен оған айтам ғой, о, рахмет, бауырым деймін ғой, короче. А ол маған, типа, братишка ретінде да, қалай мен саған бауырым болам деп, жынданып кәдімгі, мен ұқпай қалдым, түсінбей қалдым, мен жынданып отыр, не жаман айттым. Сол, короче, бізге бір нүкте қой керек та, бауырым ол или братишка, или родной деп. Бауырым деген ол, бауыр етім деген сияқты ғой, иә? Бауыр етім ғой. Иә, бауырым де, бауыр. Адамның немесінде, мүшесінде ауыспайтын сол бауыр ғана екен ғой. Негізі мен солай естідім. Содан кейін дейді ғой, бауырды бағалайтыны, өзіңнің туған бауырыңды балаңнан да жақын көру керек екен деп сондай мағынада айтады ғой, үлкен кісілер айтып жатады ғой. Өзіңнің бауырын, сен балаң, может, тағы да сен бала әкеле аласың, бірақ сен бауырды таба алмайсың деп айтады да. И мына адамның денесінде, мүшесінде бауырдан басқаның бәрі ауысады екен. Сол секілді бауырларымызды құрметтейік, бауыр деген керемет сөз ғой. Бүйрек те ауысады, жүрек те ауысады, дұрыс айтасың, бауыр ауыспайды. Онда братишка, значит. Клик сейчас, а что-то хмурый болып, дискриминация жасайды. По-любому женеміз. Эй, лица. Ублюдочная сипарня деп.
Жақсы, әділеттің істеп жатқан жұмыстары жақсы ғой, көп нәтиже көрсетіп жатыр ғой. Мен өзім көріп жүрмін, Өскеменде біраз нәрсені көрсетіп отыр. Семейде Сұлтанбек Кенжебек деген аға бар, танисыңдар ма? Кенжебек Сұлтанбек деген қазақ тілі үйінің манайының бәрінде бүкіл магазин үлкен ана сауда сататын жерлер бәрін қазақша қылып тастаған ғой. Барып чулатып 102-02 звондап, бірақ ол кісі видеоға түсірмейді. По делу ғой, чисто жұмыспен ғой. Істеп тастайды, қазақшаға аударып тастайды, кетіп қалады, қазақшаға аударып тастайды, кетіп қалады солай. Жақсы істеп отыр Кенжебек аға, дұрыс семейде. Ана Әділ ағамыз шыққанда мен өте бар ғой, сол кезде сен 1,5 жылда бұрын каналды бастадың. Негізі или 2 жыл бұрын. 1 жылдан кіте асты ғой. Жоқ, біз қалай таныстық? Анау не ридер туралы бірдеңе. Сол кездің алдында ғана аштым ғой мен сен былтыр қазан айында ма, тамыз айында біз тікелей эфирге кіріп сөйлестік сол кезде. Мен әрқашан неге кірем ғой ютубқа айтам, неге Өскеменде жалғыз сол бишара деп, бишарандай не кім? Сол анау Жұлдыз Форд қана жүреді, қайда біздің деп, ағаларымыз қайда деп, жынданып жүретін. Өзім келетін ғой, помнишь, Өскеменге, еще 2021 жылда, анау СССР кафе түсірдім, туда-сюда. Сол ойлап, қайда белсенділер, қайда біздің мықты, қайда, сол түсінбей жатырмын, неге? Сосын сен шыққаннан кейін, сен уже көрдің бе, сен қанша өзің таныстарын тарттың, уже заинтересовать етін қасында бұрынғы коллегалар бар, бірге жұмыс істейтін. Уже мне сен уже істедің ба, чисто сен аудитория ғой мына жерде. И мне айтып отыр жігіттер, анау уже істеп жатыр. Не көрдің ғой, цепная реакция келді. Сол үшін мен вообще ризамын. Әділ ағам осылай шыққан, сен бірге неге бардық, апардың, қалай лидерға, Алтайға бірге бардық. Осылай. Ешқашан бензинге ақша алған жоқ, өз немен барды ғой сол кезде. Так что рахмет саған. Осылай енді бір-бірін қолдамасақ, аға інім деп қолдау бермесек, онда қалай болатын елде бір-бірін батыр дейді, жаман елде бір-бірін қатын дейді. Сол үшін бір-біріне батыр деп айтайық, қатын емес, дұрыс па? Сол мен всегда ондай. Шама келсе қазақ тілді қоспай сөйлеу керек дейді, немейді? Басқа тілді қоспай сөйлеу керек дейді. Ол ағайындар енді кішкене болады ондай. Өйткені қанымызға сіңіп кеткен ғой. Әбден сіңіп алған орыстың тілі. Чотам деген қосылып кетеді. Оған айып етпейсі, бірақ тырысуымыз керек. Тырысуымыз керек. Чотам, анау деп. Бас тарту керек негізі. Өз-өзін тәрбиелеу керек, әр адам өзінен бастау керек. Жоқ, қараш міне, братан деп айта саласың ғой мысалы. Братан деп айта саласың. Бір оңайда былай айта саласың да любой адамға братан деп. Ал аға деп айту бар ғой, бет албат адамға аға деп айтқым келмейді мен. Өз сыйлайтын адамдар болады ғой. Аға деген сөздің қадірі бар білініп тұр ғой бұл жерде. Аға деп айтсаң, ол адам сыйламды адам болу керек те, ағаға лайық болу керек те. Ал енді братан деп любой адамға айта саласың. Көрдің бе? Сонда өз солай қабылдаймын өзім. Негізі шын айтқанда құрдас дұрыс айтасың. Брат адам. Түркі сөзі, түркское слово. Бір атадан шыққан, брат. Бір ата. Басқа вариант жоқ, білмеймін. Анау украиндарда, нелерде, что-то олар басқа бір неме сөз. Славянский бар, ондай сөз. Бірақ орыс тілінде отырған сөздер, ол көбі біздің түркі тілінен шыққан. Отец, ата деген негізі. Отец. Мама деген, ол ама деген. Ана, ама, аба деп, апа деп, сол бір сөз. Мысалы, анау брат деген, ол братадан шыққан, мысалы. Бірақ сестра деген, ол уже немен, анау английский, sisters деген. Олардың сөзі. Міне, әр сөзді алсақ, біздің нелер шыға береді, короче. Тамырларымыз біздің. Караокедің өзі біздікі қарада оқы деген. Ол күлет, негізі қарада оқы деген. Тамыр дейсаңдаршы дейді. Тамыр деп Шымкент жақта айтады ғой, Шымкент жағы, тамыр деп айтады бір-бірін достар. Мен ұшқыны. Жоқ, тамыр деген орыстар жолдастар болады ғой, достар, орыс, солар тамыр дейді. Шымкент жақта сөйтіп сөйлейді ғой, бір-біріне тамыр деп сөйлейді. Достарын. Тамырларын тартыш, достарын тартыш деп атады. Сондай ма? Жоқ, біз жақта негізі тамыр деп орыстарды айтады ғой. Орыс достар болады ғой, солар тамыр деп айтады ғой. Жоғанда мен Шымкенттің балаларымен жүргенде олар өздерінің бір-бірін сыйласатын адамдарына тамыр деп айтады да, солайынан естідім мен Шымкенттің балаларынан. Есен жол, Таранда қалай? Айтшы. Братан дейді.
Братан, брат. Тамыр деп айтпай ма? Тамыр өзгерту керек бізде. Братан, брат деген сөзді өзгерту керек кішкене. Братан, бауыр деп енді шығып келе жатыр ғой қазір. Иә. Үйренеміз әлі. Бізге де қайыққа жұмыс істеу керек өзімізге. Ораламыз. Үйренеміз емес. Ораламыз деп, иә? Ораламыз. Қалпына келеді деп. Бұрынғы қалай. Иә. Бүгін қырғыз бір ағамыздан сұхбат алдым ғой, әлі салған жоқпын. Сол күшті сөз айтты. Мен қырғыздармен Нені алмай кетіп баратын. олардың уже 100%. Аяғда былай, не деп отыр былай. Тамыр корень ғой дейді. Бүгін сол. Ажайып айтасың. Иә, корень деген мағынасы сол негізі. Иә, тамыр деген ол талдың немесін айта ма? Тамыры тереңсін кеткен деп айтамыз ғой. Биліктің басындағылар тамырлар тереңсін кеткен деп. Сол секілді ғой. Иә, тамырда енді. Тамыр деген ол мына гені бар, тамыр деген ол корень деген бар ана. Түбір емес пе? Иә, түбі. Жоқ, мағынасы бір емес пе соның? Ағаштың тамыры бар. Сол айтам, иә. Сәлем. Сәлем. Қалайсыңдар? Нормально, бәрі эфир сұрап отыр менен де. Эфирге қашан шығасың, эфирге шықпай қалсам болды тек. Так, менен эфир күтіп отырғандар, бізде Ақтаудан адамдар келді, соның қамымен жүрдік. Енді білмеймін, қолымыз босайтын шығар. Бағдарламаға ілінді ғой, аяқ астынан. Немене? Келген кісілер ма? Иә, 2 адам болып келді. Соны мен білмеппін, ол Тарбағатайға мысалға неге осы шығыс бойынша 48 адамды қайтарып жіберген ғой, жаңа бағдарламадан. Ана несі болмағасын. Қазір ережелер өзгерді ғой. Негізі біздегі нелер жаңа бағдарлама ондай не емес қой, енді идеальный емес қой, былай қарап отырсаң. Несі жоқ. Дұрыс емес, жері көп та, рахмет Ерлан. Сондықтан білмеймін, енді бірақ соның арқасында біздегі 2 азамат не істеді, көшіп келді. Сосын камераны да орнаттық, рахмет, сәлеметсің Назар ағай. Халыққа рахмет айтам. 102 мыңға шықты бір камераның өзі, ана установка, анау мынау, короче, анан интернетке қосуы, бір нәрсе, короче, ана каблигон бәріне 102 мың шықты ғой. В общем, жолдары бар, жұмыстары бар. Бір камера ма? Бір камера. Бірақ ол камерада маған ең ұнағаны звонок ретінде пайдалануға болады да. Мысалға келген адамға домофон сияқты болады ол деген. Маған хабарлама келіп тұрады. Және мен өз даусыммен шыға аламын. Не ағып жүрсің деген дейді. Болмаса территориядан кет. Иә. Ол жерде тағы да бір функция бар. Оқыс жағдайлар деген да. Мысалға біреумен төбелесіп жатса, сол кезде кнопка. Иә, өзімен өзі қосылады, жаңағы не істейді. Сирена қосылады, және тағы көп сондай жағы жақсы. Сындар, мен немемді көрдің ба сен? Прямой эфирде болдым ғой, Маралдың ішін түсірген кезде. Көрген жоқсыңдар ма? Әділет көрген жоқсыңдар ма, Әділ? Қашан болдың? Кеше. Жоқ, мен кеше күні бойы. 4 столбы, ойлаш, кіп-кішкентай ауылға 4 столбы сайын сергек камералы орнатсам ғой, жан-жағындағы бұрып неше түрлі жағында перекейін топ тұр Маралдың ішінде. Мама, о сергек камера, о машинге қойдым, көлікке қойған ештеңесі жоқ, адамдар алға. Скоро анау көлікке емес анау. Сындар анау көлікке емес, анау адамдарға ғой. Мына қайдағы көлік бұнда? Көлікке емес. Сәлеметсің Айгүл ханым. Масқара. Кіп-кішкентай ауыл. Жуырда сол сергектер ниетіңді көріп отырады бар ғой. Немені? Ниетіңді көріп отырады. Жуырдың ба, жайындың ба, түсініп жудың ба деп қарап отырады. Бошына көреді. Сәлеметсің Айгүл ханым, қалайсыңыз? Қайырлы кеш баршаңызға. Сәлеметсіз. Күшті керемет белсенділердің бәрі бір жерде жиналыпты ғой. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Сындар ханымды осы жерде ғой, бұл кісіні ұстап алуға да қиын. Сындар ханым, мен сізге жабысайын деп жатырмын. Сындар ханым, Ардақ мырзаның эфирін сағындық. Ру таңба тақырыбын сағындық. Ақылды, даналы, білімді, сауатты және де тарих жағынан күшті керемет. Көптен бері шықпай кетті. Қанша іздеймін, таба алмаймын сол кісіні.
шықпай жүр ме ол кісі қазір? Жұмыстан босамай жүр ме? Ой, жұмыс болғанда, иә, жұмыстан босамайды, ол қазір бұрынғыдай емес. Неге темір жолға кіргеннен кейін кішкене қиындады ол кісіге. Мә, енді ол тақырып тіпті жабылып қалады ғой енді, иә? Жоқ, неге мен айтып жүрмін, просто сияқты жеткізе алмаймын. Иә, 5 күн бойы істемеген нәрсені бір күнде істеген кезде ол кісі қол тимей қалады. Сол 2 күнде 5 күн бойы істемеген жұмысын жасау керек қой, сол үшін. Мен де үйіп төгіп берем ғой оған жұмыстың бәрін. Ананы істе, мынаны істеу керек, жалынып отырып алам. Ендеше Сындар ханым, сіз эфирға шығып жүрсеңіз, сіз сол рутанба тақырыбын тоқтатпай жүргізіңізші. Керемет күшті бастады ол кісі. Мен Ардақтікіндей, менде не жоқ, себебі Ардақтың өзі жазады, өзі талқылайды, оның бәрін өзінің сарапынан өткізеді. Сол үшін Ардақтың өзі эфир сол бағытта өткізгені өзінікі дұрыс та, ал менікі тек қана адам не істеу, жаңағы отбасы құндылықтарға дейін айтып кетесің ғой, ол өзіміздің эфирімізде, ал бірақ не істей алмайсың жаңағы. Ардақ мырзаның кәсіби мамандығы тарихшы ғой, иә, Сындар ханым? Кәсіби мамандығы оның негізінде заңгер. Ой, керемет. Сол екен ғой, ол күшті керемет тұра сауатты жеткізеді бәрін. Бірақ ол түрлі жаңағы газет, журналдарға өзінің статьяларын жазып, қорғаған сондай адам ғой. Сол үшін зерттеуді институтта да жұмыс жасадық біздер. Керемет тамаша. Айтпер, Ардақ мырза, сәлем айта барыңыз. Мен ол кісінің эфирін күтіп жүрмін. Іздеймін әрқашанда ғаламтордан, таба алмаймын осы тиктоктан. Бізге де жазады адамдар. Қазіргі уақытта нағыз керек тақырып сол, рутанбасы. Бір неге келе алмай жатыр ғой бәрі, ешкім еш нәрсе ұсынып жатқан жоқ. Мықты мына партиялардың белсендері, басшылары бастарын қоса алмай жүр. Сол себептен сол кісінің рутанба деген тақырыбы анандай жақсы ашып бергені керемет. Бір үгіт насихаттың несі ғой, сол белгісі ғой, айналасында жиналатын. Не тақырып дұрыстап ортаға қоя алмайды, не мықтылардың бастары қосылмай жатыр. Азаматқа сөз берейік. Азаматқа сөз берейік. Мынау неме, кім білетін адай нәрсені? Азаматқа сөз берейікші, достар. А что говорит Диас? Я что-то раз кішкене сасқалаттым. Не айтайын? Қолдаймын. А что там, қандай тақырып? Просто қолдаймын деші. По-любому ғой. Ұлтшылдар қазақтар жиналмаған. Мен қазақтар үшін постоянно қолдаймын ғой. Рахмет. Мынандай сирек кездесетін бас қосқандарыңызды мен скрин жасап алдым. Мен тренировкадан заканчиваю уже, шаршадым. Күшті. Қазақтың жігіттері спортсмен болсын. Батыр болсын. Диас мырза, жерлес инстаграм парақшасын оқып атсыз бе? Бычыт болып атыр мына жақта. Ана қазақ тілін тақырыбын мықтылап тұрып көтергеннен кейін, бекіткеннен кейін мына жақта өзіміз жақта арттар күйіп жатыр. Талқылап жатыр, қырылып жатыр бәрі бірін-бірімен. Павлодарға барғым келмейді, шынын айтқанда. Керемет тұра, керемет қозғалыс кетіп жатыр. Мына жақта кәдімгідей мәңгүрт қазір бұрынғы шынайы қазақтармен недермен өзгелермен емес, қазір мәңгүрт қазақтармен өзгелер қырылып жатыр сол комментарийда. Күшті. Диас мырзаға алғыс, керемет. Бұл кісі мына жақтың керемет жұмысын жасады. Стряхнул как надо дейсің. Иә. Диас красавчик, алға басы бер. Сілкіп алды мына жақтың барлығын. Бұл кісі жүрген жерде мәңгүрттер түгілі өзгелердің ана тақырбастары болды ғой, біреуді шықпайды. Қанша стрелкаға бұл кісі шықты, қанша барады, ешкім жоқ. Солай ғой. Тілдерімен сайрағанда сондай біреуді шықпайды. Қазір сол талқылап жатыр, бірін-бірін жиып жатыр. Біздің де мәңгүрттер ақырын оянып жатыр мына жақта. Маған бұл жазыпты. Біздің де мәңгүрттер ақырын оянып жатыр мына жақта.
Так, кім осы осы көшесінде ешкім бас істейтін адамдар бармайды. Мен өскемендікім ешқашан көтеріле алмайды. Көтерілмесе көтерілмей ақ қойсын құрсын. Қазақ шақырып жатыр ғой, ең басты өзім жұмысымды жасап жатырмын. Ең басты әйтеуір талпыныс бар, жұмыссыз жүрген адамдарды жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр. Үйі жоқ адамдарға үйде үйлі болып жатыр. Ода тұрған ештеңе жоқ. Дәл осы сен келмейді екен деп мен де басым не істемей қояды. Сіздің басыңыз жасамайды соған келмейтін. Мына жерде Астанада жүрем ғой. Жан жақта қазақтар танып, амандасып, фотоға селфи, анау мынау такси шақырдым, такси тегін апарып тастады. Диас бармын, қайдағы ақша алмаймын деп бар ғой. Өз таңғалып жатырмын. Бүкіл анау этноауылда жүрдім, қанша адамдар келіп, өзіме анау, риза болып отырмын да. Шын айтқанда. Жоқ, қазір қолдайтын қазақтар көп, Аллаға шүкір. Көп екен. Астанада ол уже сезіп тұрды. Мысалы, Павлодарда біраз анда адамдар кездесіп тұрады. Бірақ Астанада прям каждый второй. Павлодарда наоборот былай кішкене кейбіреулер қисық қарайды. Павлодарда кім Руза апа бар емес пе? Руза апа тоже тілменен қырылысып жүреді ғой. Жұмыс істейді ғой кісіде. Павлодарда белсенділер көп, өте көп. Сосын біреу сықырып қалса бәріміз жүгіре кетеміз сол жерге, солай ғой, Диас мырза? Шетте қалмаймыз. Кеше Ринат Заитовпен кездестім, сосын сол бейне жазба шығардым неге каналға. Руза апай маған кеше хабарласты. Ол қазір Павлодарда, андай тоже Горводоканал деген нелер бар ғой. Солармен, короче, қазақша чек бермейді, анау, короче. Жоқ, береді. Диас береді. Горводоканалды мен полициямен, прокуратурамен тоңқамын ғой. Горводоканал емес. Горводоканал емес, басқа какой-то не, тоже организация, короче. Қазір бәрін береді олар. Баяғыда бермейтін, но. О, Руза апа ол не ғой? Легенда ғой, легенда. Ол кісіге жетті. Руза апа ол не ғой? Легенда. Айтпақшы, Диас мырза, білесіз бе, Руза апай орталық ашам деп жүр Алматыда. Пассивный доход. Орталық ашам деп жүр Алматыда, пассивный доход. Анада үгіт насихат жүргізем дейді, сана тазалайым дейді. Сондай немен маған хабарласқан, қалай жүру керек, қалай істеу керек, мен білгенім бәрін бөліскем, айтқам. Мемлекетпен қалай взаимодействовать анандай, мемлекетпен қалай жұмыс істеуге болады деп мен бәрін түсіндіріп берген жолым. Жарет, жақсы деп қалған. Алматыда орталық ашам деп жүр. Дұрыс. Көмектесесің бе? Мен айттым, білгенім бәрін көмектесейін, жолын бәрін көрсетемін. Мемлекеттен бір жоқ дегенде 50% несін жұлып аласыз дедім. Мұғалімдерін бәрін мемлекет арқылы ала аласыз дедім. Сізден шығын шықпайды дедім, сол жақтан бәрін. Керемет жастарды алсаңыз керемет болады дедім. Ана жолы айттым ғой сізге мен, апарам ана қандас, Қытай қандас қазақтарды әкелдім ғой, олар келді ғой, апардым ғой. Қазір Успен ауданының әкімі алдарында жоғарылап жүр дейді, жүгіріп жүр дейді тұра. Ең қызығы екінші бір апайдан орынбасар келіп алып кетті ғой машинасымен, 90 километр ерінбей. Соны апарып, енді кеше звондайды маған, әлеуметтік көмектен бас тартамын деп қағаз жазғызып алды. Мен айттым, жоқ, жыртып тастаңыз ол қағазды дедім. Шынтақ. Көрдіңіз бе қалай? Дірілдеп қалшылап қара терге түсті дейді ол кісі. Аудан әкімі дейді. Не, 12 мың қазақ қандастардан біреуі шықпай, сендерге не болды? Сонау Павлодарға шейін жетіп дейді. Өзі терлеп, тура прям мазасы кетіп отыр. Мен айттым, арты күйеді ендеше оның дедім. Сол себептен жазғызып атып, жыртыңдар дедім. Не істеу керек? Жыртыңыз дедім. Жазбаңыз, еш нәрседен бас тартпаңыз дедім. Екінші апай шықты. Мектептен тексеріс келе жатыр. Ұқпадым, неге, не үшін? Соттың қаулысы бар ма дедім. Прокуратураның рұқсаты бар ма дедім. Болмайды олай дедім. Кіргізбеңіз дедім. Әлде біреу арыз жазды ма? Болмайды тексеруге. Ана сіздердің енді ана айтады ғой анандай. Нәзік жерлеріңізді іздеп жатыр дедім, ауыздарыңызды жабу үшін дедім. Ол звондап сұрап тұрады. Мен айтам, мынаны істеуге болады, мынаны істеуге болмайды деймін. Әділ. Жақсы деп қалдым. Жарайды, достар, ренжімесеңіздер, осы стримді аяқтайық, бір сағат отырдық па? Қанша? Білмеймін қанша. Бір сағат
әрқашан шығып отырыңдар ағайындар, қазақтың көзін ашайық, қазақ оянсын, кішкене ойлансын. Дұрыс. Ерлан мырза, сіз қашан эфир жүргізесіз? Кеше сізді де таба алмадым. Қазір шығайын деп тұрмын, қазір шығам. Таба алмадым кеше сізді де. Қазір шығам эфирге, қазір шығам. Assalomu alaykum. Давайте я на пасашок на гитаре вообще играю. Диастр келкет. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын баршаңызға. Сәттілік баршаңызға. Көкпарға барып, қазақтың рухын оятатындай, көкпарға барып, көкпарды тікелей эфирде түсіріп, қазақ еліне сен нешеде барасың? табыстайтын боламын. Иә, өзіміздің көшпенділердің ойындарын ертең тікелей эфирге көрсетейін деген ниетім бар. Нешеде, қай жерде? Иә, ертең. Бағдарламасын қарадың ғой. Иә. Соны бұйыртса ертең эфирді қарап отырыңыздар. Болды. Әркімнің уақыты болмайды, біреудің жағдайы келмейді, жұмысы бар деген сияқты жоқ дегенде мына қазіргі дамыған заманда мына тікелей эфирден көріп қандай әрекеттер жүріп жатыр, рухты көтереді ғой, негізі жылқы деген, жәнегі ешкіні көтеріп алып шапқалап жүрген, қанды айландыратын, қаншының көтеретін ертең боспын, смело, әділі, бұйыртса. Жақсы. Сол, бәріміз амандықта, тек қана қуанышта, жақсылықта тілімізді дамытып жүре берейік. Әрқайсымыз кез келген уақытта өз үйіміздің жанымыздағы дүкенді, жәнегі дәмхананы, жәнегі дәріхана бәріне ескертуді жасап, әрқайсымыз жасасақ, сонда біз тез өзгеріп кетеміз. Талап етіп үйренейік деші, дұрыс айтасың. Талап етіп үйрену керек қой, қазақтарға талап етіп үйрену керек. Нені болса да. Әрқайсымыз үйдің жанындағы кәсіпорындарда талап ете берсек, онда біз тез өзгереміз. Әйтпесе, бір адам, 10 адам бүкіл қаланың ішінде ол өзгерту бірталай уақыт кетеді. Көрдіңіздер ме? Бір жағын өзгертіп жатсаң, екінші жағынан мына кірлестеп жазып қойып жатыр. Өкінішке орай өзіміздің қазақтарымыз. Яркие цены деп. Иә, яркие цены деп, туда-сюда деп, көрдіңіздер ме? Сондықтан әрқашан өзімізге бір-бірімізге жазылып, қазақи контенттерді қолдауымыз керек, бүкіл басып, таратып, тек қана қазақша сөйлеп, қазақша жасап, тілімізді дамыту керек. Тіліміз өшсе, өзімізді өшеміз. Көрдіңіздер ғой ағайын. Сондықтан амандықта, жақсылықта, тек қана қуанышта өстіп, кездесіп жүре берейік. Әр қазағым жалғызым, ана тіліміз көк туымыз сияқты биіктегенде желбірей берсін. Әмин. Кез келген жерде біз тілімізді жоғары көтеріп жүруіміз керек. Здрасте дегенді қою керек. Қой керек. Дұрыс қой, жасасын қазағым, жасасын, постоянно. Әрдайым де. Постоянно. Көрдің бе, қанымызға сынықтаған үйрену керек ағайындар, үйренейік. Қазақша сөйлеуіміз керек. Сен Таразда немене орысша сөйлеп кеттің ба? Алматыда жүріп қазақша сөйлейтін едің ғой. Таразға барып орысша сөйлеп кеттің ғой. Әдет қой, жаман сол ғой, ауруға ол әдет, жаман әдет қой, негізі мойындаймын ғой, жаман әдет қой. Ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Әр қашанда жасасын қазағым. Өз-өзімізді түзей білейік. Давайте аман сау болып. Жақсылық жігіттер. Амандықта кездесеміз. Сонда да давайте деп болмайды дейсің ғой, құлдық саны деген жаман, Жақсы.